Қырқынан шығару сәби дүниеге келгеннен кейін 40 күн өткенде орындалатын ғұрып. Қалыптасқан дәстүр бойынша нәрестенің қарын шашын ер кісі алған. Ұрпағы өсіп өнген қария әже 40 қасық суды баланың үстіне құйып тұрып, 30 омыртқаң жылдам бексін, 40 қабырғаң жылдам қатсын деп тілек айтқан. Бала 40-нан шыққанша сүт тырнағын, қарын шашын алмайды. 40 күннен аман-есен өткен нәрестені қарақұлақтанды деп қуанып, 40-нан шығару тойын жасайды. Баланы 40-нан шығарарда шомылдыратын ыдыстың түбіне күміс жүзік, күміс білезік, күміс сөлкебай сияқты заттар салып, 40 қасық таза су құяды. Қазақ ұғымында күміс адалдықтың белгісі. Күміс салынған су ең таза су болып есептелінеді және оған жын-шайтан жоламайды. 40 шелпек пісіріп келген қауымға таратады. Кейбір өңірлерде оның бірнешеуін бесікке тізеді. Оны қасқой кемпір шымшысын деп ырымдайтын болғандықтан шымшыма нан деп атайды. Баланы 40-нан шығарған әйелдер білезік, сөлкебайларды бөлісіп алады. Баланы шомылдырып болған соң қарын шашын алып, ақ шүберекке түйіп, тұмарша етіп баланың оң жақ иығына немесе бесігіне қадап қояды. Ал сүт тырнағын адам баспайтын жерге немесе ұрпағы көп болсын деп жеміс ағашының түбіне көміп тастайды. Осы күні баланың ит көйлегі шешіледі. Ит көйлегіне әр алуан тәтті түйіп, бір иттің мойнына байлап қоя береді. Ауыл балалары сол итті қуып жүріп, ұстап алып, тәттіні бөліп жейді. Баланың ит жейдесін киелі санап, ақсақалдар алыс жолға шыққанда, дауға барғанда қойындарына тығып алып жүрген. Бала таппаған, үнемі түсік тастаған әйелдер оны басына жастап жатады екен. Байырғы орта түсінігінде берілетін әшекейлер баланың денсаулығы мен өмірінің ақысы болып саналатындықтан, баланың анасы немесе әжесі 40-нан шығару мерекесіне келген әйелдерді кіндік шешені ренжітпей, риза қылып, қалауын беріп аттандырған.